Домбыра халық аспаптарының ішінде кең тараған түрі. Құрылысы бірнеше бөлшектерден тұрады. Басы, құлақтары, пернелер, мойын, шанақ, бетқақпақ, ілгек және шектер. Сондай-ақ оның көптеген қосымша бөлшектері 3 түрлі тиегі болады. 8-9 пернелі жыр домбырасы, 14-15 пернелі күй домбырасының ұзын саны 20-дан асады. Домбыра тартуда қағыстарына қарай сермеп ойнау, іліп қағу, шертіп ойнау секілді түрлерге бөлінеді. Домбыра дыбыс өткізгіштігі жоғары қарағай, дыбыс жаңғыру қасиеті бар тұт, қатты жынысты үйеңкі, емен секілді киелі ағаштардан негізінен 2 түрлі әдіспен құралып немесе ойылып жасалады. Ілгергі аңыздардың бірінде Кетбұға жырау Жошы ханның өлімін Шыңғыс ханға домбырамен ескерткенде әке қаһары қорғасын болып құйылыптымыз. Содан бері қасиетті аспап қос шекті сипат алған деседі. 4000 жылдық тарихы бар домбыра шекті аспаптардың арғы атасы болып табылады. Қазақ халқының қос шекке қол артқалы бері сан ғасыр өтті. Алмағайып заманның мұң шері, қуаныш қайғысы қатар өрбіген күй мен ән тарихты жазды. Талай таланттарды тарих сахнасына шығарды. Жайлаудың мамыржай шуақты күндері халқымыздың ойын той жиында тілекші, қаупін қарауыл күзеткен айлы түндерде қорғаны болды. Ел жадынан бір сәтке шығармаған жан серігіне айналған домбыра, Қадыр Мырзалидың тілімен айтқанда нағыз қазақтың асыл қазынасы, даламның үні.